Достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Ал бүгінгі мен сіздерге ұсынатын рецебім осындай тек қана картоптан жасалатын оңай лепешкалар. Дәмі өте керемет болып шығады. Осындай кішкене сыр қосылған сырный картофельный лепешка деп айтуға болады. Әдемі, жылдам дайындалатын әдісі осындай әдемі болып шығады. Менімен бірге осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Сіздерге ұнап жатса, мен өте қуанышты боламын. Жасап көріңіздер. Жасап көргеннен кейін астына комментарийға жазып қоюды ұмытпаңыздар. Ал енді бұл лепешкаларға жасау үшін осындай картоп қажет болады. Менде шамамен 1 килограммдай картоп. Осылардың барлығын ортасынан бөліп суға пісіріп аламыз. Дайындалуы өте оңай, аз ғана уақытты қажет ететін жеңіл тағам. Енді дайын болған картопымызды осылай езіп, әдемілеп басып аламыз. Езіп болғаннан кейін үстіне сыр қосамыз. Менде үйде 200 граммдай сыр болды, соны қосып жібердім. Егер де көптеу болса, көптеу қоссаңыздар да өте керемет болып шығады. Міне осындай сырды үкіштен өткізіп, осы картопымызға араластырамыз. Қаспен араластырып болғаннан кейін картопымыз кішкене суиды, сол кезде қолмен жасап араластыру қажет болады. Міне достар, осылай қолмен араластырып алдым. Осындай әдемі болып шықты. Сыры барлығы еріді ішінде. Енді осыған шамамен 200 граммдай ұн қосамыз. Оны қолмен осы қамырды елеген кезде, картопты елеген кезде, картоп бір-біріне біріккен кезде ұнды қоспайсыздар. Сол қолмен араластырған кезде шамамен байқайсыздар қанша қосу керектігін. Менде осы картопқа 200 граммдай ұн кетті. Осындай қамыр болып шығу керек. Енді осы біздің картопты қамырымызды осындай үлкен ұзын етіп формасын келтіріп, оны бөліктерге бөлеміз. Менде 9 бөлікке бөлінді. Егер де үйде весыларыңыз болса, өлшеп алуға ыңғайлы. 135 граммдай шықты әрқайсысы. Сондай бірдей бөліктерге бөліп алдым. Енді осылай барлығын дөңгелетіп дайындап аламыз. Одан кейін осылай ұнды сеуіп столымызға осылай дөңгелекше етіп оқталаймыз. Қатты жұқа емес, қатты қалың емес болу керек. Міне достар, осындай болып дөңгелетіп оқтаулап алдым. Міне қалыңдығы осындай. Барлығын өстіп оқтаулап аламыз да қызып тұрған табамызға пісіреміз. Достар, міне осындай құрғақ табаға пісіреміз. Ешқандай май жақпай, осылай әрқайсысын 1-2 минуттан, бір жағын 1-2 минут, екелес жағын 1 минуттай қойсаңыздар жеткілікті. Осындай қызарғанша барлығын өстіп пісіріп аламыз. Дайындалуы өте оңай және де жылдам. Дайындап көріңіздер, балаларыңызға ұнайды деген ойдамын. Міне осындай піскеннен кейін ыстық күйінде үстіне сары майды, сливочный майды осылай жағып, жақсылап жағып алыңыздар. Құрғап қалмау үшін, және де осындай маймен дәмді болады. Ыстық күйінде жақсаңыздар ыңғайлы. Міне осылай қалғанын барлығын жағамыз. Достар, міне менде ақырғы шелпегімді, лепешкамды пісірдім. Осылай үстіне май жағып болғаннан кейін міне дайын болады. Әдемі болып шықты осындай жұқа картофельный, яғни сырный лепешка. Картоппен ірімшіктен жасалған лепешкалар, осындай шербеттер өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер достар. Егер де ұнап жатса, астына лайк, комментарий жазып қоюды ұмытпаңыздар. Және де менің каналымды қолдап жіберуге ұмытпаңыздар достар. Ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сіздерге алда тағы да осындай тағамдарды және де тәттілердің рецептерін салып тұруға тырысамын. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.